Қайырлы күн, жақсыларым, қалайсыздар? Мен де Аллаға шүкір жақсымын. Менің айтайын дегенім бүгінгі тема ИП жайында. ИП әділ мекемесі жалпы документальный алып жатыр негізі адамдарды. Мен айтайын дегенім қаншама 17 точкасы бар ИП әділ мекемесінің. Мен жалпы СП арманында жасадым Бозачыда. Айтайын дегенім, адамдар әлі ақшасын алған жоқ. Кеше тек қана Үміт деген апаның онда да өзін алып барғасын, өзім басымен жауап берем деп айтқасын, барып алып бердім. Қалған қыздарымыз 6 қыз алған жоқ әлі, 5 қыз, 7 қыз болып жұмыс жасадық қой. Соны айтқым келеді жалпы. Негізінде біздер келіскенде бізде жаңағы шофер Мақсат деген кісі бар, фамилиясын айтармын. Сол кісі арқылы келдік. Ол кісі айтты, ойбай, тек 15 күннен де қолға наличка беріледі деген сөз айтылды. Оны жалғыз мен емес, басқа да қыздар бар айтылады, негізі айтылған. Соған сеніп бірінші вақтыда келдік. Мен өзім айда келдім жұмысқа. Содан кейін барып өзімнің жаңағы келгеннен кейін ақшамды алған жоқпын. Сөйтіп 3 рет офиске бардым, айқай шу. СП арман дейді, сұрақ қойсақ, енді Мақсат тауып беруші ғой енді. Мен Мақсатты кінәламаймын, айтқан сөзін айтады сомасын. 130 мың дейді, 15 күнге барса, бухгалтерия 120 мың есептеп отыр. Мейлі мен жаман бола қойын, и так та мен жаман болып жүрген қызбын ғой осы. Айтайын деген мен мейлі бір адам жаман болсын, бірақ барлық халықта шындықты білсін дегім келеді. Жалпы айтайын дегенім, менің айтайын дегенім осы қарапайым халықты бұлай алдауға болмайды. Айтайын деген Әділ Сейіт, сізді тексергенде Шымкенттен кісісіз, жаңағы бухгалтерияларыңыздың барлығы семья отбасыңызбен отырсыз. Ешбір налоговый төленіп отырған жоқ, қарап отырсаң. Без документальный алып отырсыз, 15 күннен беріледі деген ақшаны берген жоқсыз. Кеше сентябрьде жасап келдім, мысалға. Сентябрьдің аяғы бітпей, ойбай, тек ешқайда бармай, ештеңе арызданба деп, 6-сында деп уәде бердім. 6-сында мен сізге айттым ғой, өзімнің сменамда қыздардың барлығын ақша түсіруіңізді сұраймын деп айттым. Иә деп берілген жоқсың. Міне 6-сынан ары қарай 9 күн өтіп, кеше 15-інде алып отыр Үмітке. Қалған қыздар алған жоқ. Ұялмайсыз ба? Ал өзіңіздің айналаңыздың барлығын жұмысқа алып отырсыз. Юристте отырған қызыңыз өзіңіздің, туған қызыңыз. Мен не білмейді деп отырсыз, мен барлық информацияны біліп отырмын. Мен білемін де. Мен жайлап сізбен танысып көрейін, директорымыз қандай адам деймін, ақырып, айқайлап, шулап. Кішкене видеоны алдым, түсірдім, чтобы